Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыз үйлер мен ғимараттар құрылымы. Сабақтың тақырыбы ғимараттар туралы ұғым. Мақсаты ғимараттардың түрлерін, сыныбын, оларға қойылатын талаптарын түсіндіру, мәнін ашып көрсету. Жоспар ғимараттар мен үймереттер туралы ұғым, ғимараттардың жіктелуі, ғимараттарға қойылатын талаптар, функционалдық, технологиялық, экономикалық, сәулеттік, ғимараттың сыныбы, ғимараттар сыныптарға бөлу. Көрсетілген ссылка бойынша бейнероликті көріп шығыңыз. Яғни сіздерге мұнда міне екі ссылка берген, сол ссылкаға кіріп, бейнеролик көріп шығыңыздар. Ол бейнероликте сіздер ғимараттардың түрлерін, ғимараттарға қойылатын талаптарды, отқа төзімдік дәрежесі, ұзақ мерзімдік дәрежесі, жалпы ғимарат туралы мағлұмат берілген. Бейнероликтен алған ақпаратыңызбен және өз тәжірибеңіз бойынша суретте көрсетілген үйлер мен ғимараттардың түрін көрсетіңіз. Міне, мұнда көріп отқандай ғимараттардың түрлері көрсетілген, 4 түрі көрсетілген. Сол түрлері бойынша астыдағы кестеге жазып шығуларыңыз керек болады. Ғимараттың атауын жазып шығыңыздар. Ғимараттарды сипатына қарай сәйкестігін табыңыз. Мұнда міне тағы да ссылка көрсетілген. Осы ссылкаға кірсеңіздер, сіздерде мынандай төртбұрышты квадраттары көрсетеді, пайда болады. Осы әрбір төртбұрышты квадраттардың астында ғимараттардың атауы және ғимараттардың қызмет көрсету саласы көрсетілген. Осыған байланысты әр ғимарат қандай салада қызмет көрсетеді, сол сәйкестігін анықтап сіздерге табу қажет. Енді кроссворд. Көрсетілген ссылкамен ғимараттың құрылымдық элементтерін табу. Яғни, мына ссылкаға кірсеңіздер, сіздерге мынандай кроссворд шығады. Сол кроссвордтарды көлденен және тігінен тур көздерін толтырсаңыздар, ғимараттардың қандай құрылымдық элементтері бар, соны біле аласыздар. Филфорд торын сөздерді табыңыз. Мұнда да көрсетілген ссылкаға кірсеңіздер, сіздерде тор көздегі толтырылған әріптер шығады. Сол әріптерді құрастырсаңыздар, сіздер, яғни ғимараттарға қандай талаптар қойылады, соны табуға болады. Алда сіздер видеороликте көрген боласыздар, қандай талаптар қойылатын бәрін. Мұнда жазып шығу қажет. Енді келесі слайдымыз активити. 4 сурет, 1 сөз. Мына суретке, 4 суретке назар салып қарасаңыздар, бір ортақ бейне бар. Ол қандай бейне? Өздеріңіз соны сіздерге табу қажет болады. Сол бейнені мұнда жазып шығыңыздар. Сіздерге бір кеңес беретінім, сол қажетті әріптерді мына астыдағы кестеден алсаңыздар болады. Активити 2. Мұнда да назар салып қараңыздар. 4 сурет, бір ортақ бейне бар. Сол ортақ бейне, бір сөз, мұнда жазып шығыңыздар. Қажетті әріпті мына кестеден алсаңыздар болады. Келесі активити 3. Мұнда да 4 сурет көрсетілген, бір ортақ бейнені табыңыздар. Соңғы активитиіміз 4-ші активити. Мұнда да 4 сурет, бір сөз, яғни ортақ бір бейнені тауып, бос тор көзіне жазып шығыңыздар. Ендігі тапсырмамыз тест тапсырмасы. Мұнда көрсетілген неге ссылкаға кірсеңіздер, яғни ғимараттар туралы тест тапсырмасы шығады. Сол тапсырманы сіздерге тест тапсырмасын тапсыру қажет болады.
рефлексия менің жетістігім. Алдағы практикалық тапсырмалар, активити, тест тапсырмаларды қорытындылай келе сіздердің белсенділіктеріңізді білдіреді. Мен үшін қиын болды, маған сабақ ұнады, мен енді орындай аламын деген. Ендеше бәріңізге сәттілік.